245 hadis. Ған Аби Хурайрата қала Абул Қасим. Абу Хурайра айта, Абул Қасим айтты. Кім ол Абул Қасим? Қойсыз біле. Абул Қасим кім ол? Кім ол Абул Қасим? Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи салам. Ничего саны білмейсіз. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи салам аның күниясы Абул Қасим. Шуңа күрә Абу Хурайра айта, Абул Қасим саллаллаху алейхи ва салам айтты ди: «Иза кана ахадакум фил фейи, фақаласа ганху зиллу, ва сара багдуху фи шамси, ва багдуху фи зиллі, фәлияқум». Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айткан, әгәр бәрігіз шықта утыра икән, қияш шығында. Шықта утыра икән, қияш бит гел бір жерден тұрмай, қияш бит күшіп бара хаман. Қияш күшкәштен шықта күшіп бара. Шулаймы? Һәм утырганда әгәр шық күшіп кетті икән син урында, нинди рәвешле? Синең мәсәлән тәнеңнең бір ягы шықта қалды, бір өлеше, бір өлеше қияш астына шықты. Бу җирдә утырга ярамый. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты, тұрып кетсін дейді. Яғни тұрып күшіп утырсын дейді. Шыққа таба, яғни шықтан қияшқа таба. Шық белән қияш тоташкан җирдә утырга ярамый. Утырга ярамый. Кайбер галимнәр әйтә, бу урын шайтаннар утырган урын. Шық белән қияш тоташкан җир ул шайтаннар утырган урын. Шуңа күрә бу җирдә бер тәнең қияшта, бер тәнең шықта булган килеш утырырга ярамый. Баракаллаху фикум. Давам итәбез.